Павлодарда әдебиет өкілдері бас қосты. Әдеби жиын Ахмет Байтұрсынұлының 150 Найзатас әдеби көркем журналының 10 жылдығына арналды. Шара аясында қаламгерлер марапатталып, бірқатар ақын жазушыға Қазақстан Жазушылар Одағының мүшелік билеті табысталды. Биыл Кереку өңірінде Ахмет Байтұрсынұлының 150 жылдығына орай 300-ден астам шара жоспарланған. Ертіске тамған сөз нұры әдеби жиыны да осы мерейлі датаға бағытталып отыр. Осылайша облыстың елді мекендер мен қалаларында тұратын қаламгерлер жылдың қорытынды әдеби шарасында бас қосты. Бүгін өңіріміздегі әрбір елді мекендегі қаламның ұшында сиясы бар, өзім бір ақын жазушымын деген қалам тербетіп жүрген барша жұртты шақырып, айналайындар, жүріп атқан жүрістеріңіз орынды, осы елдің бірлігі үшін жаза беріңіздер деп айтпақпыз. Биыл Найзатас журналына 10 жыл әдеби көркем басылым өңір қаламгерлерінің басын қосып, Кереку өңіріндегі әдеби үдерістің қалыптасуына, дамуына үлес қосуда. Найзатас журналымен өте тығыз қарым-қатынастамын деп айтсам болады. Себебі менің өзім, енді қаламгер ретінде айтатын болсам, өзімнің жазып жүрген тырнақалды туындыларым ең алдыменен көбінесе осы Найзатас журналына жарияланады. Жалпы осындай әдеби жиындар қаламгерлер үшін аса қажет екендігі айтылды. Пікір алмасу, ой алмасу үшін осылайша әдеби ортаның шығармашылық әлеуеті қалыптасады. Әдеби басқосулар дегеніміз жалпы бір алғанда бір әдебиетшілердің бір-бірімен пікір алмасатын, тәжірибе алмасатын, бір-біріне мысалы сын айтатын сондай орын ғой енді әдеби басқосу деген. Ол көбірек болса бізге тіпті жақсы болады, өйткені өсуімізге. Шара аясында өңір әдебиетінің дамуына үлес қосып жүрген бірқатар әдебиетшілер марапатталды. Ал 7 қаламгерге Қазақстан Жазушылар Одағының мүшелік билеті табысталды. Бүгін біз 7-8 адамды мүшелік қабылдап жатырмыз. Ол бір өңір үшін негізі үлкен көрсеткіш деп есептеймін. Бұл деген не деген сөз? Бұл өңірде әдеби процесс өте қарқынды дамып жатыр деген сөз. Және басқа ешқандай өңірден, тіпті Астана, Алматыдан да бір мысқалда төмен емес, кем емес. Әдеби жиын әрмен қарай жергілікті өнерпаздардың концерттік бөліміне ұласты. Жанасыл Серікбол, Досымбек Тоғай, Ертіс ақпарат.